Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай 15 минутта дайын болатын өте жылдам әрі дәмді рогалики дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен біз қаймағымызды салып аламыз. Және де ертілген сары майымызды, және де сары уызымызды, қантымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ендігі үстінен еліктен өткізілген ұнымызды салып, міндетті түрде еліктен өткізіп алыңыздар. Және де қопсықымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр елеп алатын боламыз. Мына осындай жұмсақ қамыр елегенде бізде қолға жауыспайтын, өте илегіш келетін әдемі қамыр дайын болады осындай. Енді осы қамырымызды жұқалап жайып алатын боламыз. Мен мұнда аздап қалыңдау қылып жіберіппін, сіздер үлкенді қылып жұқалап жайып алсаңыздар болады. Жыртылмайды, өте әдемі, жақсы жайылады. Осылай барлығын жұқалап жайып шығамыз. Мына осылай жайып шықтық. Ендігі осылай барлығын бөлшектерге бөліп, үшбұрыштап кесіп шығатын боламыз. Қаласаңыздар салмастан, қалауыңызша творог болсын, сгущенка салсаңыздар болады. Қаласаңыз салмасаңыздар да болады. Осылай барлығын кесіп шығамыз. Осы рецепттің толық нұсқасын описаниеде қалдыратын боламын, сол жерден көре аласыздар. Ендігі осылай рогаликімізді орап шығатын боламыз. Әдемілеп, тығыздап. Осылай орап шықтық. Енді осы рогаликімізді 190 градуста 15-20 минутта пісіріп алатын боламыз. Мына біз рогалики дайын болды, өте тез дайындалады, жұмсақ. Енді осы рогаликінің бетіне сахарный пудрамен сеуіп шығатын боламыз. Өте дәмді, әдемі болу үшін осылай сеуіп шығатын боламыз. Мына біздің рогаликіміз дайын болды. Міндетті жасап көріңіздер. Сіздерге көңіліңізден шат деген ойдамын. Бестің шайына өте керемет, жұмсақ рогалики. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Рима. Келесі видеода кездескенше.